Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге KFC тауық қанаттарынан рецептімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен осы тауық қанаттарын дайындап аламыз. Ол үшін керек емес бөліктерін, яғни ұш жағын кесіп алып тастаймыз. Және де тауықты екіге бөліп аламын. Барлығын осылай дайындап шығамыз. Тауық қанаттары дайын болғаннан соң, оның ішіне тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және паприкамызды қосамыз. Және де кішкене сұйық майымызды қосып, соңынан салқын суды қосып, кемінде 2 сағатқа холодильникке қоюымыз қажет. Бір күнге қойып қойсаңыздар болады, сол кезде маринад тауыққа жақсы сіңеді. Енді осындай ыдысымызға ұнымызды салып, ішіне тұз, паприканы қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Бұл бізде кляр деп аталады. Және де осы біздің маринадталған тауығымызды алып, бірден осы құрғақ ұнтағымызға салып, бұл құрғақ ұнтағымызды ұн, паприка, тұз араласқан. Барлық тауықтарымызды осының ішіне салып араластырамыз. Біздің осы маринадталып болған тауық қанаттары толықтай ұнға аунатылып, барлық жері құрғақ болу қажет. Ал енді біздің сұйық клярымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа 2 дана жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың үстіне 4 шай қасықпен ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне кішкене су құямыз, өйткені клярымыз бізде сұйық болуы қажет. Бізде осындай сұйық кляр шығуы қажет. Ал бөлек ыдысқа жай ғана ұнымызды салып қоямыз, яғни бұл бізде панировкамыз болады. Ал енді қызып тұрған майға тауық қанаттарын салмас бұрын сұйық клярымызға аунатамыз. Одан соң құрғақ ұнға аунатып, және қызып тұрған майға саламыз. Осылай барлығын жақсылап қуырып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. KFC қанаттары осылай жасалынады. Ең басты нәрсе, сіздердің майларыңыз қатты қызып тұру қажет. Егер де орташа отта, жай отта тұрған май болса, онда тауық қанаттары өзінің бойына майды сіңіріп алады. Сосын майлы болып кетеді. Сондықтан қатты майда қыздырып, осылай қуырып алу қажет. Мінекей достар, біздің KFC-іміз дайын болды. Аралары піскен, өте жұмсақ, дәмді KFC-іміз дайын болды. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Ешқандай басқа фастфуд өнімдер сататын жерден айырмашылығы жоқ. Назарларыңызға рахмет.